Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай клубникадан варенье дайындайтын боламыз. Суы тұнық, өзі дара-дара болып жүреді. Алдымен ыдысымызға клубникаларды саламыз, одан соң ас содасын үстіне салып, салқын сумен суы тазарғанша жақсылап жуып аламыз. Вареньені қысқа сақтайтын болғандықтан ас содасымен жуып алдым. Егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта банка жабудың түрлі рецепттерімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойыңыздар. Енді клубникамыздың түптерін осылай тазалап аламыз. Мен бұл жерде 1,5 килограмм клубника алдым, оның үстіне 1 килограмм қант қосамыз. Одан соң бетін жауып 12 сағатқа салқын жерге қойып аламыз. Мінекей 10-12 сағат өткен соң осындай суы шығып бастайды. Енді клубниканы баяу отта осылай қайнатамыз. Қайнаған кезде осылай ақ көбіктері шығады. Дәл видеодағыдай етіп, көбіктерін алып тастаңыздар. Қысқа сақтайтын болғандықтан міндетті түрде көбіктерін алып тастауымыз қажет. Дәл осы кезде кішкене лимон қышқылынан қоссаңыздар болады. Одан соң жақсылап араластырып, осылай қайнатамыз. Жарты сағаттай қайнаған соң осындай кішкене сармайды осылай салып, араластырып жіберіп, тағы да жарты сағат қайнатамыз. Сармайды салу себебім клубникаларымыз вареньеде өте әдемі жылтырап тұрады. Мінекей вареньелеріміз дайын болды, 1 сағат қайнады. Енді газымызды өшіріп, суытып қоямыз. Енді газге қойып, қайтадан қайнатамыз. Сол аралықта банкаларымызды стерильдеп аламыз. Бұл кезде 10 минуттай қайнаса жеткілікті, сонымен вареньеміз дайын. Банкаларымызды стерильдеп алдық, енді осыған құйып шығамыз. Одан соң крышкасын жабамыз. Мінекей вареньелеріміз дайын болды. Өте әдемі, керемет болып шығады. Суы тұнық, клубникаларымыз дара-дара болып жылтырап шығады. Видео ұнаса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.